Жанға қуат, дертке шипа. Жалбыз ерінгүлдер тұқымдасына жататын көп жылдық тамырсабақты хош иісті өсімдік. Емдік қасиеті де бар. Қазақстанда жалбыздың 9-10 түрі өседі. Жалбыздың дала, су, бұйра, кермек немесе бұрышты жалбыз сияқты түрлері бар. Дәрілік мақсатта бұрышты жалбыз қолданылады. Дала жалбызы суармалы жерлерде, өзен, көл, бұлақ маңында, шалғындықтар мен тоғайларда, арық бойында өседі. Ол сабының иісін шығару үшін пайдаланылады. Ал кермек жалбыздың жапырағы мен гүл шоғынан жалбыз эфир майы алынады. Эфир майында 55%-ға дейін ментол кездеседі. Бұл майдың негізгі құрам бөлігі ментол. Ментол парфюмерияда, косметика жасауда, тамақ өнеркәсібінде, тіс ұнтағы мен пастасын жасауда пайдаланылады. Жалбыздың емдік қасиеті ертеден мәлім. Тіпті халық арасында бұл өсімдік 101 ауруға ем деген сөз бар. Жалбыз өсімдігінің құрамында адам ағзасына пайдалы заттар мол. Жалбызды жерде жан қалар, ерменді жерде ер қалар деген аталы сөздің астарында үлкен мән бар. Жалбыз ерте заманнан бері адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп. Бүгінгідей медицина дамымаған уақытта бұл шипалы өсімдік ата-бабамызды талай ауру сырқаудан аман сақтаған. Сондай-ақ жалбыз туралы ел аузында қалған аңыз әңгімелер мен нақыл сөздер де көп. Солардың біріне тоқталсақ. Лұқпан хакімнің ұлы ойын баласы болып өсіп қалған кезінде дертке шалдығып, ішкен асы ішінде тұрмайды. Талай өлім аузындағы науқас жандарды емдеп жазған Лұқпан хакім неше түрлі шөптен дәрі жасап емдесе де, өз ұлын жаза алмайды. Баласы қайтыс болған соң, дертін білу үшін ішін жарып қараса, ұлтабарынан тобықтай тас шығады. Сырты жылтыр тасты жалғызымның көзіндей көрейін деп, қалтасына салып алады. Лұқпан хакім жаздың шілде күнінде ыстықтап, арықтағы суға түседі. Судан шығып киінейін десе, өсіп тұрған жалбыздың үстіне қойған камзолының қалтасынан еріген майды көреді. Байқап қараса, қалтасындағы тас еріп жатыр. Баласы жасында ешкі майын жеп, тамақтан соң мұздай су ішкен екен. Май ұлтабарына қатып, ішкен тамағымен әрі-бері қозғалып тасқа айналған екен. Лұқпан хакім, жалғызымның емі сен екенсің ғой деп, жалбызды құшып, жалбызым, жалбызым, қасиетіңді білгенде өлмес еді жалғызым деп жылаған екен. Сол заманнан бері ел аузында бұл дәрілік шөпті осылай мақалға қосқан екен. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек, дамыған ғасырдың медицинасында да дәлелденген. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және іш ауруын бірден жазады. Тұнбасын ауыз уылғанда, қызыл иық қабынғанда, тіс ауырғанда, баспада, жоғары тыныс жолдары қабынған кездері қолданып ауызды шаяды. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішсе, дереу ем болады. Тұнбасын ірілі ұсақты іріңді жарақаттар мен қотырларға таңып тастаса, тез сауықтырады. Мұрнынан қан ағып тоқтамаған кезде де жалбыз шөбін пайдалануға болады. Оның суын мұрынға тамызса, қан тоқтайды. Жиі терлейтін адам, егер жалбызды ыстық суға демдеп ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдігінен айығады. Жалбыз тіс ауруына бірден бір ем. Ол тіс пастасының негізгі компоненті ретінде қолданылады. Жалбыз адам ағзасына өте пайдалы өсімдік. Нақтырақ айтқанда, ас қорыту жолдарын жақсартады, деміңді тазалайды, аллергияның алдын алады, бас ауруын қойдырады, тыныс жолдарын ашады. Бір сөзбен айтқанда, кез келген дертті емдейтін табиғи антибиотик. Жұпар иісті әрі ерекше дәмі бар жалбыз көптеген ауруға ем бола алатын қасиетке ие. Іштің жұмысын реттейді. Жалбызды тұтыну арқылы іштегі артық газдан арылып, ісінуді емдейсіз. Оның құрамындағы заттар ас қорыту жүйесінің бұлшық еттерін босаңсытуға көмектесіп, ауырсынуды жеңілдетеді. Әрі ішектің тегіс бұлшық еттері белсенді түрде жиырылуын тоқтатады. Бас ауруын басады. Жалбыздың бас ауруын қойдыратын қасиеті бар. Өсімдіктің құрамында қан ағымын
арттыратын минто бар. Сонымен қатар салқындық сезімін береді. Мамандар осының әсерінен ауырсыну басылады дегенді алға тартады. Олардың айтуынша жалбыз майын маңдайға жақса, 1000 мг парацетамолмен бірдей әсер етеді екен. Демді тазалайды. Байқасаңыз, жалбызды тіс пастасына, ауыз шаятын сұйықтыққа, сағызға, дәмдеуіш ретінде қосады. Оның жағымды хош иісі ауыз қуысындағы микробтарды жоюына ықпал етеді. Нәтижесінде деміңіз тазарып, аузыңыздан жағымсыз иіс шықпайды. Тыныс алу жолдарын жақсартады. Жалбыздың бактерияға, вирусқа және қабынуға қарсы күресетін керемет әсері бар. Сондықтан ЖРВ, суық тию және синусит аурулар мазалағанда дереу жалбыз қосылған шай ішіңіз. Жалбыз жалпы суықпен күресетін супер дәрі. Сонымен қатар жалбыздың құрамындағы ментол мұрын қуысында ауа ағымын қабылдауды жақсартады. Ендеше мұрныңыз бітеліп немесе су ағып бастаса, жалбыз қосылған сумен булау жасаңыз. Шаршағанды басады. Шаршау сіздің өмір сүру салтыңызға кері әсер етеді. Шаршаған адамның күні бойы жұмысқа құлшынысы болмайды. Бұл дерттен құтылғыңыз келсе, таңертең жалбыз қосылған шай ішуді әдетке айналдырыңыз. Бұл өсімдіктің құрамындағы қосылыстар дененің энергетикалық әлеуетіне пайдалы әсер етеді, әрі оның хош иісі күндізгі ұйқышылдықты жеңеді. Табиғи антибиотик. Жалбыздың шайынан бөлек майының да емдік қасиеті орасан зор. Мәселен, бактерияға қарсы әсері бар екендігі ғылыми түрде анықталған. Оның ішек таяқшаларына, листерияларға, сальмонеллаларға қарсы белсенді күреседі. Сонымен қатар пневмония тудыратын стафилококктар мен микробтардың көзін жояды. Ұйқыны қалыпқа келтіреді. Ұйқыға жатар алдында бір кесе жалбыз шайын ішсеңіз, таңға дейін тыныш ұйықтайсыз. Себебі өсімдіктің құрамында кофеин жоқ. Соның әсерін денені босаңсытып, бұлшықетті демалдырады. Артық салмақтан арылтады. Салмақты жоғалтқысы келетін кез келген адам қара немесе көк шайдың орнына жалбыз шайын ішсе болады. Ғалымдар жалбыз шайының тәбетті басатын қасиетін анықтаған. Сондықтан шай орнына ішетін болсаңыз, артық тамақтануды тоқтатасыз. Аллергияны жояды. Жалбыздың химиялық формуласында аллергия белгілерін азайтатын розмарин қышқылы бар. Егер көзіңіз қышып, мұрныңыздан су ағып, аллергиялық жөтел мазаласа, онда бір шыны жалбыз қосылған шай ішіңіз. Сонда аллергияны айтарлықтай жеңесіз. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Зерттеушілер жалбыздың хош иісті майы есте сақтау қабілетін жақсартады деген тұжырым жасайды. Басқа эфир майымен салыстырғанда, бұл өсімдік жұмысқа жақсы көңіл бөлуге көмектеседі екен. Көңіл күйіңізді көтереді. Бұл тамаша сусынды ыстық және салқын күйінде іше аласыз. Емдік шайдың жағымды дәмі жүйкеңізді тынықтырып, көңіліңізді көтереді. Жалбыз шайының жасалу жолы. Термосқа 2 стақан қайнаған су құйыңыз, оған 1 уыс жалбызды салып, қақпағын жауып қоясыз. Шамамен 5 минуттан соң емдік шайды сүзіп алып, кез келген уақытта шай ретінде іше аласыз. Шайды мейлінше тамақтан соң ішіңіз. Сонда жеп ішкен тамағыңыз қорытылып, асқазан жолдары жеңілдетіледі. Таңертең ішсеңіз, күні бойыңызда қуатыңыз тасып жүреді. Ал ұйқыға жатар алдында ішсеңіз, ұйқыңыз қанады. Міне, құрметті көрермен, осыменен видеомыз аяқталды. Бүгінгі видеомызда жалбыз жайында көп ақпарат айтқан сияқтымыз. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Пайдаларыңызға жарасын.